Қазақ халқының ауыр тұрмысының тар жолы, тайғақ кешуін, ынтымақ бірлігін көрсететін шығарма. Туындыда қарқара жерінде өтетін қасіретті мол қанды оқиға жан-жақты баяндаған. Жазушы жеке кейіпкерлерді ғана емес, тұтас халықтың бейнесін сонау дүрбелең жақтағы ауыр тұрмысын суреттеген. Мұхтар Әуезовтің қаламынан туған атылмышы туын қазақ әдебиетіндегі шоқтық биік шығармалардың бірі екен сөзсіз. Повестінің 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілісті мойындайтын повест. Ол алғаш рет Қызылордада шығарылған. Алайда 1928 жылы шығарылған. Кеңес одағының цензурасы бойынша кейіннен қалған. Ол 1997 жылы жарық көрген.